keldi? O'zi yerga. Qarag'andi Eagle. Sizlarga birga. Naychivan tanma bu? Kur'oniga. Basıma belli bo'ldi bunun benidim. G'atsin bir qurtasın miydin elin. Bitpi deb buyurma, sağa ne jetini buyurmadı. Aytchi, ne qalaytiningda qalmaytinimda. Salim, Salim. Sizlarga qo'yar bir-iki surag'im bor. Birinchi suraq, sening ating neni bildiradi? Қалай айтсам болады? Эйс деген, былайша айтқанда, картада бар ғой туз деген. Туз деген ол ас. Орысша айтқанда ас своего дела. Сол сияқты мен өз ісімнің маманы болғым келеді. Түсінікті. Келесі сұрақ. Сені кумирің кім? Мой кумир Арнольд Шварценеггер. Он профессионал своего дела. Ай, Қабар кетті. Түсінікті. Келесі сұрақ. Сен Кореяда стажировкта болған рас па? Иә, рас. Мен Кореяда алған барлық білімімді, тәжірибемді Қазақстанға келіп, шоу-бизнесінде көрсеткім келеді. Қандай жаңалық? Түсінікті. Келесі сұрақ. Саған қандай қыздар ұнайды? Маған инабатты, ақылды, сыпайы және қазақи қыздар ұнайды. Менің Түсінікті. Берген сұхбаттарыңызға рахмет. Бақытты болыңыздар. Өмір жалғаса береді. Бақытты болайық бәріміз. Сау. Сәлем, Зак. What's up, Eagles? Сіздерден кішігірім сұхбат алайын деп едім. Бірінші сұрақ. Зак, сен не себепті шашылгінді өзгертіп тастадың? Енді білмеймін енді, бұл сұрақ маған емес. Бұны барлық администрацияны сұрайсыздар. Бұны біз түк білмейміз. Және де маған бұл шаш ұнайтын сияқты. Түсінікті. Келесі сұрақ. Зак, саған қандай қыздар ұнайды? Маған негізі енді, в общем, балериналар. Зак, сіздер қаймен бірді ұзақ күттіңіздер? Біз негізі баланы күттік. Қалай жаман есілдік. Даниярды күттік. Түсінікті. Зак, сен не себепті есімін Зак? Мен қазақпын ғой, содан мен Закпын ғой. Сұхбаттарыңызға рахмет. Сау. Stop күдіккен үптеп қой. Бүгіндікке күтпе мені сенен сұрақтар. Түрлі сұрақтар. Кемшік мені, текшік тені. Айт маған мені саған не жетпейді. Сөз береме жоқ бұлдан бас сен ренжіме. Кем шынында дейін бірақта. Менен күнде осыл айтсын не бәлем. Мінезіңді білем, бірақ келіспейма. Менің басым ауырат, неге менің басым ауырат. Қала сен сұрама, өзіңде тегіздің әсер санама. Барден, что не пишешь, почему? Окей. О, идеально. Супер-пупер парикмахер плачет. Жігіттер басталды. Ал енді баланың кезегі келді. Сәлем, бала. Сәлем. Сұхбатымыздың кезегі сендерге дейін келді. Бірінші сұрақты қояйық. Неге сенің лақабатын бала болып табылады? Өйткені топтың жігіттері солай атқа лайық деді. Және топтың ең кенжесімін. Солай екен ғой. Екінші сұрағымыз, сіздерге қандай қыздар ұнайды? Енді айттай кетсек, егер қыз менімен болғысы келсе, оның біріншіден машинасы болу керек, үйі болу керек, және тамақ жақсы пісіру керек. Ал енді үшінші сұрақ, сіздердің қыздарыңыз бар ма? Ё-моё, сұрай бермеңдерші, жоқ бізде қыз. Бірақ біздің қыздар ол Eagles. Қарағанды Eagles. Ал енді төртінші сұрағымыз, сіздер Eagles'дардан қандай сыйлықтар алдыңыз? Ё-моё, бізге көп конфет беріп еді, содан болып кетті.
ішіндеріңдерші. Ал енді сұхбаттарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Қарайсың. Сәлем. Әлемнен сәлем. Ендеше сұхбатты бастаймыз. Бірінші сұрақ, сені не себепті атын Әлем? Мен Әлім деген рудан шыққанмын. Әлімұлы, соның ішінде Шөмекей. Сол себептен мен лақап атым Әлім рудан шыққан. Түсінікті. Келесі сұрақ, Әлем, сені книголюб, книгоман дейді, сол рас па? Енді книголюб дегенім сол екі қыздардың қате пікірі. Мен тек қана қолым бос кезде ғана кітап оқуды жақсы көремін. Сол. Ендеше сенің сүйікті кітабың қандай? Ол множественные умы Билли Миллигана, сол кітапты өте қатты жақсы көремін мен. Ал кинолардан ше? Кино мен Гарри Поттер жақсы көремін. Особенно үшінші частьсы маған қатты ұнайды, Маховик времени. Және де мен қазір сериал көріп жүрмін. Ол герой, Heroes дегенді білдіреді. Ятта! Түсінікті. Келесі сұрақ, Әлем, саған қандай қыздар ұнайды? Маған пысық, ашық және тез араласып кететін және космос қыздар ұнайды. Түсінікті. Келесі сұрақ, Әлем, сені ұмытшақ дейді, сол рас па? Соңғы кезде сол жаман жүріп кетті. Негізі кішкене ұмытшақтық деген пайда болыпты. Қандай кішкене, сен кешердің оны, сол күні жоғалтып алдың ғой. Жарайды, енді шын ұмытшақпыз. Сол. Ендеше сұхбаттарыңызға рахмет. Кездеске. Сау. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Қалдырма мені. Қарағанды, ұнатасың ба маған қарағанды? Сәлем, Айзи. Сәлем, Ендеше сұхбатты бастаймыз. Бірінші сұрақты кімге қояйын? Маған қой. Жоқ, маған қой. Жігіттер, жігіт шешейік. Сулифа! Ендеше бастаймыз. Айзи, саған қандай қыздар ұнайды? Мұрты бар қыздар. Жоқ, бұл қалжың ғой, мен негізі ішкі дүниесіне қараймын. Келесі сұрақ, Айзи, сен Айтиуанның альбомына Халфанидің өлеңдерін қосқанын қалайсың ба? No, бұл маған керек емес. Келесі сұрақ, Айзи, сен арманың қандай? Миллиард Eagles. Сұхбатқа рахмет. Сау. Көңіл күй құбылмалы, келемін қол шатырдың астында. Тым таныс көшелермен айналам толы, жанымнан алыс пенделерге терезеңе қарап тұрып мен сені сезем. Ойларымның терең түбіндегі сандарды терем. Байланыс аясынан түшіртесің, жарайды қайырлы түн. Не дегім өтпейді,
қалай қарайсың?